Сәлем қыздар, мен сендерге бүгін шоколадный шариктердің қалай жасалу жолын айтпақшымын. Яғни бұл шариктерді мен талқаннан жасадым, тары талқанынан. Сіздер де жасап көріңіздер, алда ораза айт мерекесіне осыны талқанды әшейін қоймай осылай шоколадный талқан етіп, әдемілеп, әсемдеп балаларыңызға берулеріңізге болады. Жасалу жолын видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге тек қана талқан керек, міндетті түрде тарынікі болу керек, бидайдікі. Дәмі әдемі шықпайды, және кез келген молочный шоколад керек, май керек және шекер керек. Майдың пайызы да маңызды емес. Шекерді өздеріңіз татымына қарай, қатты тәтті болсын десеңіздер көп саласыздар. Ең алдымен осындай табақ, яғни тостағымызды үстіне тарымызды, талқанымызды саламыз, яғни тарыдан үстіне татымына қарай қант салып, екеуін осы араластырып алатын боламыз. Екеуін толық араластырып болған соң бір шетке алып қоямыз да, осы уақытта біз сары майымызды ертіп аламыз водяной баняда. Негізі бұл сары майымыз өздеріңіздің талқандарыңыздың көлеміне қарай. Қаншалықты көп болса, толық бәрін ертулеріңізге болады. Аздау болса, жартысын ертсеңіздер болады. Сары майымды ертіп алдым, осылай толық. Енді осыны талқанымыздың үстіне екі бөліп құятын боламын. Екінші бөлігінде майды құйдым. Енді осыны қолымен араластырып бір-біріне жабысатындай болу керек. Негізі майды ерітпей, бөлме температурасындағы майды салып, қолдарыңызбен араластырып ессеңіздер де болады. Мен толық ертіп алдым, енді араластырып жатырмын. Толық араласу керек, біздің талқанымыз бір-біріне жабысу керек болсын. Міне қарасаңыздар, осылай талқанымыз, яғни жабысады бір-біріне. Міне осылай дөңгелектеп, өз қалауларыңша үлкендеу етесіздер ма, майда етіп дөңгелектейсіздер ма, осылай дөңгелектеп істей береміз. Ең негізгісі талқанымыз, яғни май құйғаннан кейін осылай бір-біріне жабысуы шарт. Жабыспаса, әдемі шықпайды, бір-біріне шашырап. Сондықтан бәрін дөңгелектеп шығамыз. Менде 15 дана шықты. Мен шоколадымды ертіп алдым водяной баняда, яғни ыстықтау болған болмайды. Қазір біз шариктерімізді салған кезде еріп кетуі мүмкін. Сондықтан кішкене суытып, қоюлау болған кезде барып біз осы шоколадымыздың ішіне шариктерімізді толықтай саламыз. Толық шоколадқа аунаған соң, шоколад барлық жеріне жағылған соң, зубочисткамен, яғни таяқшаның көмегімен, таяқшамен кішкене ішіне салып алатын боламыз. Енді осыны барлығын қойып шығамыз. Осы жерде ғана шоколадымыз өзі толықтай қатып қалады. Оны холодильникке қоюдың қажеті жоқ. Міне мен толық болдым, шоколадтың бәрін жағып болдым. Байқасаңыздар, бас жақта істегендерім уже беттері қатып қалды. Ала берулеріңізге болады. Мыналардың барлығы. Холодильникке мүлдем салмаңыздар. Өзі осылай әдемі кебеді. Міне қыздар, менің шариктерім, шоколадный шариктерім дайын, өте күшті шықты. Байқасаңыздар, шоколадтар өздері ғана беттері қатты, астынан және таяқшадан алынады. Оп-оңай, сіздер де жасап көріңіздер. Шайға өте жақсы кетеді. Видео ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде менің арнама тіркеле кетіңіз.